Саламатсыңдар ма оқушылар? Біздің бүгінгі математика сабағынан өтетін тақырыбымыз өткенді бекіту. Қоршаған ортаны қалай қорғау керек? Сабағымыздың мақсаты жақшалы және жақшасыз өрнектердің мәнін табу. Олай болса, дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің жадын жазамыз. 10 сәуір өткенді бекіту. Тақырыпты жазып болған соң, кітабымыздың 12 бетін ашамыз. Бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Өрнектердің мәнін тауып, сәйкес келетін суретті анықта. Яғни, бірнеше өрнектің мәнін табу арқылы оң жақта тұрған суреттермен сәйкестендіреміз. Электр құралдарын пайдаланбайтын уақытта өшіріп қой. Астында тұрған өрнектің мәнін табамыз да, қай суретпен сәйкес келеді? Ол суреттің номері неше? Мысалы, бірінші берілген есепте 5-ші суретпен сәйкес келеді. Өрнектің мәнін тауып, сызықша қоямыз да, 5 деп белгілеп қоямыз. Осылайша қалған өрнектердің мәнін табу арқылы есептерді сәйкестендіреміз. Келесі 2-ші тапсырма. Есептемей салыстыр. Досыңа бірінші бағанның шешуін түсіндір. Ал ол саған 2-ші бағанның шешуін түсіндірсін. Демек, берілген өрнектерді салыстырамыз. Келесі 3-ші тапсырма. 3-ші тапсырманың А варианты. Есептерді шығар. Бір ұяда 3 балапан. Ал 2-ші ұяда одан 2 есе артық балапан бар. 2-ші ұяда неше балапан бар? Есептің шарты. Бір ұяда санын жазамыз, неше балапан? 2-ші ұяда белгісіз, бірақ одан 2 есе артық. Шешуін сұрағына қарай шығарамыз. Келесі тапсырма номері 5. Сұлба бойынша өрнектер құрастырып, олардың мәнін тап.